Жемқорлық қай дәуірде болмасын, қоғамның дамуын тежейтін, әділдіктің тауын шағып, адамның өмірден күдерін үздіретін басты фактор болып табылады. Ал бүгінде әлемнің дамыған 30 елінің қатарына енеміз деп мақсат қойып отырған Қазақстан үшін бұл дерттің түбегейлі тамырын суалтып, кең таралмауын назарда ұстау аса маңызды. Ассалаумағалейкум ағайын, бірінші студия әдеттегідей тікелей эфирде тізгіншімен Дүйсен Молдашұлы. Бүгінгі біздің айтпағымызда осы жең ұшынан жалғасқан сыбайлас жемқорлықпен күрес және оны болдырмау жолдары жайында болмақ. Ендеше өзіңізді қызықтырған қандай да бір сауал болса, 45-38-00 телефоны сіздерге қызмет көрсетуге дайын. Бағдарламаның бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің басшысы Мақсат Аманқұлұлы Қожабаев. Мақсат Аманқұлұлы, бірінші студияға қош келдіңіз. Енді жалпы қалың көрерменге түсінікті болсын, алдымен осы сіздердің қызметтеріңіздегі болып жатқан азды көпті өзгерістер жайында түсініктеме бере кетсеңіз. Жалпы менің түсінімде қаржы полициясының нақты осы сыбайлас жемқорлықпен күресетін бөлімімен мемлекеттік қызмет істері органының құзырын екеуін біріктірді. Негізгі мақсат не болды? Бұдан ұтарымыз не? Әңгімені осыдан бастасақ. Енді өздеріңіз білесіздер, осы екі нені қосқан мемлекет қызмет істері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша күрестің жұмысын жетілдіру үшін жаңа бағытта, жаңа стильде, жаңа тәсілікте жұмыс жасау үшін осы елбасымен осындай шешім қабылданды. Қазіргі таңда әрине қаржы полиция органы баяғыда оларда жақсы жұмыстарын атқарды, өздерінің көрсеткіштері де болды. Бірақ негізі қазіргі біздің алдымызға қойып отқан мақсатымыз ол жаңағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Себебі оны болып сыбайлас жемқорлық қылмыс жасап, оның артынан ізденіп жүргеннен гөрі оның алдына алған дұрыс деп сондай пікірдеміз. Сондай жұмыстар атқарылды. Екі жақтың да жұмысы қазір бірге жүріп жатыр. Көбінше әсіресе біз осы жаңағы жұртшылықтың түрлі санатымен кездесіп жатырмыз, түсіндіріп жатырмыз. Сол үлкен ауқымды жұмыстарында келешекте болып отқан үлкен осындай талапты елбасы өзінің жыл сайын Қазақстан Республикасының жұртына, халқына жолдауында айтады, сыбайлас жемқорлықпен күресті қатаңдыру керек, оның талабында түсінеміз елбасының. Сондықтан жұмыс екі бағытта бірдей жүріп жатыр. Сыбайлас жемқорлықпен де ондай құқық бұзушылық, ондай қылмыс жасап жатқан адамдарды өзінің қатаң жазасын алатын ұмытпауымыз керек. Негізгі қазіргі біздің атқарып жатқан жұмыс, ол білесіздер, біз металлизациядан бас тарттық, себебі формамызды шештік, погонымызды алып бердік дегендей, осы халықпен бірге болайық деп, біздің агенттіктің жаңа ұраны ол жаңағы біздің міндет халыққа қызмет дейді. Сол халыққа қызмет жасап жатырмыз. Біздің осы департаменттің құрылымына әкімшілік мемлекеттік қызметшілер толықтырылды. Бұрын қаржы полиция мекемесіне адамдар барса бір өздерінің қорқатын сияқты еді, жаңа ойбай мына пәленше сол жерде жалпы бір сұсты көрінеді. Жүр екен, бір нәрсе бүлдіріп қойды екен деген. Қазір ондай тақырыптан қайтып жатыр, халықта келіп жатыр. Мен өзім жеке қабылдауыма да келіп жатыр. Оның бәрін біз түсіндіріп жатырмыз, что негізі жалпы ондай қазір не жоқ, көрсеткіш деп оның артын қуып отқан жоқпыз. Мүмкіндігінше қоян қолтық жұмыс істеуге тырысып жатырсыздар. Сол біздің енді өздеріңіз білесіздер, осы қарапайым жұрт бізге осы жақын болса, біз сол халыққа жақын болсақ деп, сондай негізде жұмысымызды атқарып жатырмыз. Тірліктің барлығы болғаннан кейін қолға кісен салып, оны темір торға тоғытқаннан гөрі алдын алған бізге де мемлекетке де тиімді деп есептейсіздер ғой. Иә. Түсінікті. Енді жаңа агенттік болғаннан кейін жалпы оның құрамы да жаңадан жасақталатын шығар, жасақталып жатыр деп естіп жатырмыз. Осы жағынан кадрлар мәселесінен де бізге ақпарат берсеңіз, жалпы кімдерден, қандай мықты сарбаздардан тұрады, жалпы осы жемқорлықты болдырмау жолында күресетін қандай сарбаздар болады енді? Енді біздің департаменттің құрылымдық штаты 111 бірліктен құрайды. Оның 71-і құқық қорғау органы бойынша жұмыс атқарады. 40 қызметкері ол біздің жаңағы мемлекеттік қызмет істері бойынша
Жалпы конкурстан тыс жаңағы мемлекеттік қызмет істер бойынша сол қызметтерге біз 24 адам қабылдағанбыз. Құқық қорғау орган саласының жұмысын істейтіндер бойынша 44 қабылдадық. Содан кейін өздеріңіз білесіздер, мына бұқаралық ақпарат құралдары арқылы біз конкурс жарияладық. Сол конкурстан мына бос 16 лауазымға, осы әкімшілік мемлекеттік қызметкер лауазымдарына 13 адам сол тесттен өтіп, бәрі неден өтіп, құқық қорғау несінің жұмысын атқаратын сол 17 бізде бос лауазым болған. Соның өкінішке орай тек 9 ғана өтті. Себебі тестілеу мәселесі сәл қиындау болды. Оның арасында тәжірибесі бар, жаңағы жұмысқа іскерлігі бар жігіттерді болды. Жаңағы тесттен 1-2 сұрақтары жетпей өте алмай қалды. Жалпы қазіргі таңда құрылым толықтырылды. Енді бір 5-6 неміз вакансиямыз бар. Солардың бәріне осы наурыз айында конкурс жарияланады. Сол үшін мен өзім пікірім ойлаймын, осы конкурсқа қатысам деген адам бәрінің мүмкіншілігі бар. Конкурс бізде ашық өтеді, жариялы өтеді, шыншылдық тәртібімен өтеді. Тәуелсіздік бақылаушылар шақырылып, олар сұхбаттасу кезінде қатысады. Өздерінің сол конкурстың өткеннен кейін кездесіп айтып жатыр, что дұрыс сондай мәселелер осылай өтсе екен, олар өздері көріп жатыр, сондай оңды бағасы беріп жатыр. Азаматтардың физикалық дайындығы ескеріле ме сіздердің қызметте? Физикалық дайын ескеріледі, ол тек мына жаңағы дежурный часть дейміз ғой, сол жердегі енді қызметкерлер солар тек тапсырады. Қалғандары жаңағы тестілеу өтеді, и биылғы жыл мына полиграф деген ережесі бекітіліп, сол полиграфтан да өтіп жатыр. Түсінікті болды. Мақсат Аманқұлұлы, жалпы енді жұмыстың денін алдағы уақытта бұйыртса, мүмкіндігінше болдыртпасақ, алдын алсақ деп айтып жатырсыз ғой. Енді біздің білгіміз келеді, халықта білгісі келеді. Бұл енді қандай жолмен жүзеге асады? Қалай алдын алуға болады жалпы жемқорлықтың? Бұл бағытта да жұмыс өз деңгейінде атқарып жатырмыз. Бұл бағытта біз енді көпшілігінше жаңағы Нұр Отан партиясы бар, қоғамдық өкілдері бар, өздерінің сияқты бұқаралық ақпарат құралдары, газеті мен журнал басылымдарында материалдар шығарып, жаңағы телеарнада қатысып көрсетіп жатырмыз. Бұл жастар ұйымдарымен біргелесіп істеп жатырмыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқытуында өткізіп жатырмыз, сауалдамасында өткізіп жатырмыз. Сонымен қатар қазір біз өзіміздің осы департаментте ақпарат техникалық бөлімі бар. Ол жерде біз осы жылдың басында қазіргі мемлекеттік қызмет жаңағы сатып алу конкурсы бойынша соның мониторинг етіп несін қараған кезімізде біз байқадық, что көп нелер заңбұзушылықпен атқарылып жатыр. Себебі осы тауарлар жаңағы азық-түліктер өзінің бір жоғарғы бағамен сондай дилермен сатып алынып жатқан. Соның бәрін өткенде мониторинг етіп жасап, соның бәрін мен өзімнің қолыммен осы мекеменің басшыларына бірінші ақпарат хат ретінде беріп жатыр, ұсынып жатырмын. Соның бәрін талдап көргенде біз өткенде есептеп көрдік, жалпы бір 10 миллион теңгедей үкіметтің қаржысы жаңағы артық кетіп жатқан сияқты болды. Сол біз оны күтіп отырған жоқпыз. Соны біреу жаңағы істеп, сол заңбұзушылықты істеп, содан кейін ары қарай көрсеткіш жасайық деген ондай ойымызда жоқ, не жоқ. Соның алдын алу мәселесі бойынша осындай шараларды атқарып жатырмыз. Оның үстіне тағы да мұны айта кетейін, осы индустрия даму министрлігінің өзінің ұсынысымен осы агенттікке, төрағаға олар өздері ұсыныс жасап, осындай облыстық құрылымдарында министрлікте тексеру емес, алдыңғы несінде қазіргі талдау жасап, осы қандай осы жұмыс барысында кемшіліктер болып жатқан, жүйелі қандай заңбұзушылықтар болып жатқан, соны анықтап берсеңіздер деп, сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Оның нәтижесін кеше біз өзіміздің облысымызда жүргіздік, көріп отырмыз. Осы мемлекетке қызмет көрсету саясында да неғып жатыр, заңбұзушылықтар анықталып жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тоже әрекеттерінде де заңбұзушылықтар анықталып жатыр. Соның бәрін ертең орталық Астанада республика деңгейінде өздері қарап, келешекте соны қалай жою керек. Яғни регламентке өзгеріс енгізеді ма, жаңағы тағы да қандай шаралар болатын, сондай жұмыстар атқарады.
бүгінгі таңда уже осы жаңағы медицина саласында да сондай жұмыстарға уже министрдің сондай өтініштер келіп түсіп жатқанын естіп жатырмыз. Осындай жұмыстар өзінің жалғасын табады. Түсінікті болды. Бізде қазір алғашқы көрермен бар, әңгімеге араласқысы келіп отырған, мүмкін болса жауап беруге. Қазір. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Айта беріңіз. Менің бір мынандай ойым бар. Мына жемқорлықтың ең басы ауылдық жерлерде шүрегі әкімдер мен мектеп директорлары ауыл әкімдерінен басталады. Ойбай, облыста бүйтіп жатыр, көнбей жатыр, ақша сұрап жатыр деген. Осындайдың алдын алу керек. Рахмет. Бұл енді апамыздың жалпы өзінің пікірі ғой, ойы. Біз жемқорлықты алдын күресуді ауылдан бастауымыз керек деп жатыр. Сіздің ойыңызша? Дұрыс, апамыздың өзінің ойы да дұрыс. Ауылдан да бастау керек. Біздің қызметкерлер мына аудандарға да шығып жатыр. Мен өзімді осы тағайындалған кезде, сол ауданаралық жаңа басқарма басшыларын апарған кезде, өзім сол жерде жеке қабылдау өткізіп, адамдардың сол жердегі қандай проблемасы бар, қандай нелері бар екенін жаңағы көріп келейін, тыңдап келейін деп, сол аудандарда шыққан аралап келген кезім бар. Менен кейін мен орынбасарымды барып осы аудандардың бәрінде танысып, осы жұмыстың қандай бағытта жүретінін бәрін айтып, түсіндіріп, сондай жұмыстар жүріп жатыр. Әрине ауданда мен енді бір мысал айтайын. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы өзі қылмыс жасап, сол ауданда белгілі болған бір азаматымыз сотталғанын біледі бәрі. Қайтадан жаңағы бір жылдан кейін жұмысқа қабылданған сондай фактілер де бар. Дұрыс, ауылда, яғни мемлекет қызметшілер, олар осы біледі заңның талабы қандай екен. Соны болмаса тексеріп жаңағы бұрын өздері, мен өзім ойлаймын, енді білсе де соның бәрін қағаз жүзінде заң талабына сай сол керекті запростарын жіберіп сұратып жатса біледі соның бәрін. Өкінішке орай жаңағы ауылдың деңгейі дегенде ғой, енді өтіп кетеді, ешкім байқамай қалады, білмей қалады деген сондай неде болады. Толық келсем, ондай жұмыстар жандандырылады. Осы жалпы апайымыздың сұрағын бір толықтырғым келіп отыр, басқа бір қырынан. Өзіңіз де білесіз, болашақ жастардікі ғой. Сондықтан жалпы мен ойлаймын, бұл жемқорлықты түбегейлі құрту үшін біз алдымен жастардың санасын оятуымыз керек сияқты, жастардың санасын тазалауымыз керек сияқты. Жалпы оқу мәселесінде болсын, оқуды бітіріп жоғарғы жаңа қызметке, қандай қызмет түріне кірсек те, бәрін шешетін көк қағазбен көкем дейтін пиғылдан біз қалай жастарды ол жолдан біз тартып аламыз, таза жолға, әділ жолға, өз күшіммен, өзім біліммен жұмысқа кірем деген сияқты. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, жастармен байланыс жасайсыздар ма, жұмыс жүргізесіздер ме? Жастармен біз жұмысты бастадық. Өздеріңіз білесіздер, мына халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күнінде үлкен осы бірінші алғашқы неміз шараларымыз форум өткіздік. Біз 1000-нан астам жастарды жинап, соның бәрін жаңа стратегиясын, жаңа осындай талаптардың бәрін айтып жатырмыз, роликтерін көрсетіп жатырмыз, жаңағы олардың осы елге деген өздерінің осындай сана сезімін ұятатындай жаңағы әрекеттер жасап жатырмыз. Жастарға мен ырза болғаным, осы Жамбыл облысының жастары өте активно қатысып, өздері белсенді қатысып жатыр. Осы Жас ұлан, Жас отан, Жас қыран деген ұйымдармен біргелесіп, бірқатар шараларды өткізіп жатырмыз. Біздің қызметкерлер орта жоғары оқу орындарына барып лекцияларында өткізіп жатыр. Ол жерде де естіп жатырмыз, жаңағы ректорлардың өздері дұрыс болды. Біз бұрын шақыртамайтын едік, осындай неғыламайтын, қазір өздеріңіз келіп жатыр дегендей сондай жұмыстар атқарып жатыр. Иә, жастардың біз қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті осы жастай кезінен сол үйретуіміз керек, айтуымыз керек. Себебі несін жасырамыз? Әр отбасыда, әр жанұяда жалпы былай сөйлеген кезде олар естеді. Ойбай, пәленшенің мәселесін барып жаңағы сыйлығын беру керек, шешу керек, болмаса бір кісіге звонить еткіздіру керек, жүре болмаса барып жаңағы рахметін парасын беру керек деген, соның бәрін олар көріп, естіп жүр. Санасына сіңіп қалады. Иә, сіңіп қалады. Сондықтан қазіргі 2017 жылы осы мектептерде сондай арнайы сабақ пән болады деп сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Оның бәрі мен өзім ойлаймын дұрыс, онымен келісеміз. Қазіргі осы жастардың сана сезімін біз басынан осындай жаңағы сыбайлас жемқорлыққа деген қарсы сондай көзқарасын қалыптастыруымыз керек. Қазір енді әлемнің барлығын бір көк жәшікке сыйғызып қойдық қой.
менің айтқым келіп отырған ғаламтор мәселесі. Жастар ғаламтордан шықпайды. Әңгіменің ашығы керек. Меніңше осы ғаламторды жақсырақ пайдалануға, тиімді пайдалануға болатын сияқты. Менің білуімше сіздердің әлеуметтік парақшаларыңыз бар. Қаншалықты байланыс бар? Қаншалықты пайдаланасыздар? Ол осы интернет сайт дейміз, жаңағы оның бәрі жұмыс жасалып жатыр. Ашылды бізде жаңағы парақшаларымыз, Facebook, Twitter, жаңағы Одноклассник, Мой мир деген сондай нелердің бәрі ашылып жұмыс жасалып жатыр. Өте мен кейбір кезде өзім жаңағы зерттеп қарасам, диалогқа кірісіп кетеміз жаңағы. Біздің атқарып жатқан жұмыстарға олар өздерінің бір пікірлерін, көзқарастарын айтады, көзқарастарын айтады. Біз оған жауап береміз. Олардың несінен жаңағы өзімізге бір жаңа нелерді қабылдаймыз. Қажетті ақпарат аласыздар. Қажетті ақпараттарды алып қабылдап отырмыз. Сондай жақсы бір жұмыс жүріп жатыр. Оған біз енді рахметімізді айтамыз. Қазіргі енді интернет деген өздеріңіз білесіздер. Өкінішке орай осы мемлекеттік органдар, мемлекеттік жаңағы нелердің де жұмыстары, сол бәрі мемлекеттік органда жұмыстар атқарылса дұрыс болатын сияқты. Кеше біз енді мына жаңа стратегия елбасы қол қойды желтоқсан айында 2015-2025 жылға арналған. Сол стратегияны бастамай тұрып, біз алдыңғы стратегиямыз жаңа 2011-2015 жылға арналған нені қорытындысын талқылап көрсек, көп мемлекеттік орган, облыстағы басқармалар, ауданда әкімдіктердің де жаңағы ашқан парақшаларын, бірақ мәліметтері ескі болмаса, мүлдем ашылмағандары да қаралмай жатқандары бар. Оның бәрі осы облыс әкімінің алдында, Кәрін алдында жиналыста баяндап, талқылап, ескертулер жасалды. Мен білеймін, енді келешекте соның бәрі жойылатын шығар деп. Тағы да қоңырау бар деп бізге қазір айтып жатыр. Мүмкін болса бізбен байланыстырса, қайырлы кеш. Алло, саламатсыз ба? Алло. Айта беріңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мынау қонаққа байланысты мен қоятын сұрағымда сыбайлас жемқорлыққа байланысты осы жылдың осы 1,5 айында қанша нақты іс анықталды екен? Оның қаншасы Мойынқұмнан? Сондай сұрағым бар еді. Мойынқұм ауданынан хабарласып отыр жамасы. Мойынқұмдағы мәлімет келтіре аласыз ба жалпы? Соңғы кездегі. Соңғы кездегі жаңағы бір нені айттым, жаңағы осы мемлекет қызметкер, мемлекет неде жұмыс істеген жаңағы өзінің осы ресми құжатқа жалғандық жасап, сол жалғандық жасағандықтан соттылы болғанын біле тұра, именно осы Мойынқұм ауданында сол кісі жаңағы аудан әкімнің несімен шешіммен жұмысқа қабылданып атқарып жатқан. Ол бойынша жаңағы прокуратура, облыстық прокуратура ұсыныс беріп, осы 11 ақпан күні тәртіптік кеңесте қаралып, оның жаңағы әкімнің жазасын облыстың әкіміне ұсынатын болдық, өзі қарайтын болды, қандай жаза беретін. Бірақ сол жерде аппарат басшысы мен жаңағы кадр бөлім басшысы осындай кемшілікке жол берген үшін жұмыстан босатылатын болды. Сыбайлас жемқорлық бойынша сондай жаза нақты шара қолданып отыр. Қазір ғана айтып қалдың, жалпы мемлекеттік қызметкерлер деп. Бүгінде мынау атын айтсаңыз, аты үркіп кететін үлкен қызметтегі жүрген азаматтардың арасында да жемқорлыққа жаңағы осындай шалынып жатқандықтарын осы жаңалықтар арқылы көріп отыр халық, бәрі көз ашып көкірек ояу. Осы мемлекеттік қызметтегі азаматтардың олармен тығыз байланыс жасау, солардың арасында болдыртпау мәселесі қаншалықты сіздердің назарларыңызда? Өздеріңіз білесіздер, осы облыста бізде жаңағы аймақтық оқу орталығы бар, именно осы мемлекет қызметшілерді оқытатын. Сол жерге біз өзіміздің қызметкерлердің 10 лекторын белгіледік. Сол 10 қызметкер барып, өздерінің жаңағы лекцияларын оқып, осы жұмыс бабында қандай кемшіліктер бар, қандай көмек керек, қандай сол заңбұзушылықтарға жол бермеуге, қандай мәселелерді не қылу керек, соның бәрін сол жерде оқытып жатыр. Өзіміз осы келесі апта облыстың әкімінің есебі біткеннен кейін көп нелердің бәрі мемлекет сатып алу заңның несінде заңбұзушылықтар көп анықталып жатыр. Сондықтан осы облыс деңгейінде үлкен бір облыс әкімінің ғимаратында сондай бір жиналыс өткізіп, соның егжей-тегжейін бәрін тек қарап, неден болып жатқанын, оған қандай шара көру керек, қалай тоқтату керек екен, соның бәрін қарап бір үлкен түсіндіру жұмысын жүргіземіз. Бізде қазір ұялы телефонмен шыққан бір көрермен бар екен, байланыстырса. Қайырлы кеш. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, айта беріңіз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, айта беріңіз. Алло, саламатсыздар ма? Біз сізді тыңдап отырмыз.
сұрағымыз мынандай еді. Ана мысалы ветеринария заң бойынша заң ерте шығып кетеді, кейбір жағдайда мысалы бірдейлендіру бойынша чип берді, кеш берді уақытында. Ал енді заң ерте шығып кеткен. Біз халыққа алдын ала жаңағы не беруіміз керек болатын, жаңағы анықтама, ветеринар туралы анықтамалар. Бірақ ол чиптің кеш жетуіне байланысты біз амалсыз халықта қызмет көрсету стандарты бойынша біз оларға шектеу қоя алмаймыз, сондықтан біз ол кісілерге жаңа анықтама берілген болатын. Бірақ сол анықтаманы бер деген арнайы ветеринария басқармасының басшысы Бердияровтың хаты болған кезінде. Мына чипсіз қазіргі таңда келмеуіне байланысты жаңағы вет анықтамаларды бере беріңдер деп. Бірақ прокуратура тарапынан тексеру болған кезде сіздер жаңағы заң талаптарын орындамадыңдар деген негізде ветеринар маманына коррупционка берді. Осы қаншалықты дұрыс дейді ол енді? Тікелей ол маманның кінәсі емес, Бердияровтың арнайы хаты болған кезінде, бірақ чипті уақытылы жеткізбеген. Мен енді қазір нақты ол мәселе бойынша бір не айтамаймын. Егер осы жаңағы телекөрерменіміз өзінің уәждерін жазбаша түрде арызданып келсе, менің қабылдауыма, сол арызын қабылдап, мен тексертіп, содан кейін нақты жауап берсем өз қолыммен. Осы жерде бірден айта кетсеңіз, жалпы сіздерде сенім телефондары бар болса, халық ести отырсын, сізге қол жете бермеуі мүмкін, сондықтан сенім телефон арқылы сіздердің қызметкерлеріңізге шықса. Сенім телефонымыз бар, 1494 колл-центр 24 сағат істейді. Соған любой кезде звондап, не қылса, біз мәліметтердің бәрін қабылдап, тексеріп, жауап береміз. Мақсат Аманқұл, енді уақыты таяп келе жатыр. Жалпы бүгінгі таңда осы жемқорлықпен күреске байланысты біздің мемлекеттің жүргізіп отқан жұмыстары, ұстанымы, принципі дейміз ғой. Осы қаншалықты біз дұрыс бағытта келе жатырмыз. Сіз осы саланың маманы болғаннан кейін өзіңіздің жеке пікіріңізді білгім келіп отыр. Мүмкін әлі де болса ескеретін тұстары бар ма? Қазіргі мына жаңа принциптер, әрине олардың бәрі талқыланып, қабылданып жатыр. Оның бәріне біз толық келісеміз. Себебі ол жаңағы бұрынғы стильде істейтін болсақ, жаңағы ашкерлеп, анықтап, жазалау, ол өзінің бір нәтижесін беріп жатқан шамалы. Себебі дүние жүзіндегі рейтингті не қылған кезімізде біз сол Қазақстан өзінің сол бұрынғы қалпында қалып отырды. Қазіргі мына жаңа осындай стильде, осы жаңа тәсілмен жұмыс жасасақ, мен өзім ойлаймын, бұл өзінің нәтижесін береді. Әрине, біз енді қазір заманына сай, күн сайын, жыл сайын бәрі дамып келіп жатыр, өзгеріп келіп жатыр. Сондықтан заңдарда осы нелерде үстіп жетілдіріп тұрса, бір дұрыс жолға түсіп, дұрыс нәтиже береді деп сондай сенімдеміз. Біз дұрыс бағытта келе жатырмыз. Дұрыс бағытта келе жатырмыз, әрине. Рахмет, Мақсат Аманқұлы. Алтын уақытыңызды бөліп келіп, біздің бірінші студия арқылы көрермендердің сұрағына, біздердің сұрағымызға тыңғылықты жауап бердіңіз. Біз ойлаймыз, алдағы уақытта осы сіздердің жүргізіп жатқан жұмыстарыңызға байланысты көрерменмен қайта сіздерді жүздестіреміз ғой деп, осы бағыттағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші студия өзінің апта басындағы жұмысын осылай қорытындылады. Тек қана басымыз аман, бауырыңыз бүтін болсын ағайын.